Математика пәні сабақтың тақырыбы бұрыш түрлері көп бұрыштар. 65-ші сабақ. Бүгінгі сабақта бұрыш түрлерін ажыратуды және атауды үйренесің. Бұл бұрыш. Бір нүктеден тараған екі сәуледен бұрыш пайда болады. Екі сәуле бұрыштың қабырғалары, ал сәулелер тараған нүкте бұрыштың төбесі деп аталады. Бұрыштарды үлкен латын әрпімен белгілейді. Мысалы, Б, О, А бұрышы. Оны былай жазамыз. Бұрыштар әртүрлі болады. Қазір тік бұрышты сызып үйренеміз. Бұл бұрыштың атауында тік деген сөз бар. Сондықтан осы бұрышты сызу үшін бізге тік бұрышты үш бұрыш сызғыш қажет болады. Тік бұрышы бар болғандықтан тік бұрышты үш бұрыш деп аталады. Осы бұрышты пайдаланып біз тік бұрыш сызамыз. Ол үшін сызғышты дәптерге немесе тақтаға қоямыз. Екі жағын сызамыз. Бұрыштың төбесін О әрпімен белгілейміз. О бұрышы деп оқимыз. Сол сияқты бұрыштың қабырғаларын да әріптермен белгілеуге болады. Мысалы, К және М. Сонда бұл бұрыш былай оқылады. К, О, М бұрышы. Назар аудар, оқылғанда, жазғанда бұрыштың төбесі әрдайым ортада тұрады. Мына бұрышқа қара. С, О, Д бұрышы. Тік бұрыштан кіші. Сондықтан оны сүйір бұрыш деп атайды. Е, О, Ф бұрышына қара. Е, О, Ф бұрышы тік бұрыштан үлкен. Сондықтан оны доғал. Сонымен бұл тік бұрыш. Тік бұрыштың оқылуы. С, А, К. Келесі сүйір бұрыш. Сүйір бұрыштың оқылуы Д, А, М. Доғал бұрыш. Доғал бұрыштың оқылуы Б, О, А. Бұл фигуралар қалай аталады деп ойлайсың? Бұлар көп бұрыштар деп аталады. Себебі бұл фигуралардың бұрыштары екі немесе одан да көп болады. Мысалы, берілген фигураның бұрыштарын санап көр. Дұрыс, бұл фигурада үш бұрыш бар. Келесі фигураның бұрыштарын санап көр. Дұрыс, мұнда 5 бұрыш бар. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазыңдар. Номер 1, 7-ші бет. Тапсырма. Көп бұрыштарды жазып ал. Егер тапсырма дұрыс орындалса, 3 балл беріледі. Номер 3, 7-ші бет. Есепті шығар. Спорт үйірмесіне Айдос, Нұрлан және Еркін қатысады. Олар жаттығу жасады. Айдос 14 жаттығу, Нұрлан 9 жаттығу жасады. Ал Айдос пен Нұрлан бірге қанша жаттығу жасаса, Еркін сонша жаттығу жасады. Сұрақ: Еркін қанша жаттығу жасады? Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз. Бұл есепті дұрыс орындасаң, 4 балл беріледі. Номер 4, 7-ші бет. Есепте.